Ассаламу алейкум. Жаңа Escalade'тің құны әрине удай қымбат. Ал төртінші буынның бағасы ар кетсе жаңа Palissade'дай. Қараш әлде сән салтанатты ғой. Родригоның қысқалығын автомобиль ұзындығымен компенсациялайын десең әдемі вариант. Escalade. Мақтаншақтың ермегі ме әлде алынбас қамал ма? Бүгін анықтаймыз бұл теріс драйвна. Наз қазақ болсаң атқа мінді шап, өтіп кетпе бекере жастық шақ, жауларыма дайын ышқырымда менің пышақ, бауырлар Энергетик ішіп маймыл болғанша балғымыз ішіп айғыр болмайсың ба досым? Деп қоясың ғой әлгі жерде. Бүгінгі видеоның демеушісі балдай тәтті дәмі таңдайдан кетпес балғымыз өнім. Астаналықтар машинамен жүргенде Америка елшілігін жиі көреді. ақш дипмиссиясы қоршауы биік еңселі ғимарат. Escalade де сондай үнемі құрмет талап ететін тәкаппар көлік. Эскалаторды мамасының домашний бандиттер жақсы көреді, және мен сияқты простой жігіттер. Динамикасы сұмдық болмаса да тойханаға 5 жылдам жетеді. Бұл ше соңғы сериялық, америкалық, нағыз жол талғамайтын көлік. Атаңның үйінде тұрған ауыр диван секілді. Кім не десе де размердің маңызы бар. Харизмасы ұрып тұрған сұсты келбеті, кең салоны, арман болған опциялар және үлкен V8 басты кетіреді. Жер жаһанға аты мәшһүр GM концерні 2013 жылдың күз мезгілінде 4-ші буынның тұсауын кескен. По факту машина 2014-тің көктемінде сатыла бастады. Модель 2020 жылға дейін конвейерден осы күйінде шықты. Бұның неліктен еркекше көлік екенін түсіндірейін. Мұқият тыңда. Сүйегі асыл, әбден тексерілген ескі рама. Уақыт өте келе жетілдірілген, қайта өңделген, қайта ескірген. Сонда да K2XX әлемдегі ең танымал платформалардың бірі. Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Tahoe, Suburban осы арбаға мініп алған. Шолуда 360 камерасы алғаш рет орнатылған Escalade. Актив круиз контроль, жарық диодты шамдар, ағаш, металл, замша, натурал былғары. Мына жерде тұрған көсеу бір түрлі көрінсе де керемет бруталды. Селектор ентрегі ғой, стиль. Еркекше. Өмірде біраз қызық көрген мультирольдің домалақ түймелері мен клавишалары өзіне жарасып тұр. Материалдары сапалы, жұмсақ, берік, шыдамды. Бірақ та уақыт өзінікін бәрібір алады ғой. Пластик сырылған, былғарысы тозды, көптеген техникалық шешімдері ескірген. Ал енді 4-ші буындағы Escalade'тің өзіне тән фишкаларын айта кетсем. Элегантты орталық консольдің сенсорлық мониторынан төменірек бөлме жасырылған. Темкадан тапқан тиынды осы жерде сақтасаң болады. Родригон ғана емес, аяғыңда қысқа болса, электрожетектің көмегімен педальды өзіңе жақындатып аласың. Қандай керемет функция. Қауіпсіздік жүйесімен тандемде жұмыс істейтін орындықтың вибрациясы бар. Сонау энеолит дәуірінде Escalade'тің артқы көрініс айнасына интеграцияланған монитор болған ғой. Lexus енді орнатып мақтан тұтады. Жасырын бокста 2 USB порт, ортада 2 стақан қойғыш. Телефонды сымсыз қуаттау жүйесі 10 жыл бұрын болған. Прикинь, Escalade'тің оригинал наушнигі атақта. Америкалықтар қызығы ең мықты мультимедиаға, ортадағы тоңазытқышқа артық ақша төлеуге дайын, бірақ есік тавотчигіне емес. Сондықтан опция түрінде де жоқ. Марк Диксонмен бірге шолу түсірген кезде сандық саймандар панелі, сенсорлы монитор мен батырмалары, HUD дисплей туралы айтып кеттім ғой деймін. Екінші қатарды көрейік. Америка қазағы бір туған екі ел несімен ұқсайды? Кеңдігімен, дархан даласымен. Екінші қатарда қанша орын бар, қараңыздаршы. Жеке климат контроль, орындық жылыту жүйесі, 12 вольттық адаптер, тіпті 220-лық резетке де осында. Ортада көкпар тартуға болады. Бәрібір кемшілік табам ғой бұл теріс драйвна. Машина ескі, екінші қатарда бірде-бір USB порт жоқ. 2025 жылы бұл ақылға қонымсыз, санаға симайтын нәрсе. Мен өтірмін Кадиллакта, AirPods құлақта, ойыңа проебать, я в 20 батька. Чо там, 600 жылқыдан бірденке қалды ма? Не, мінез бар, кеме сияқты жүзіп барады. V8-дің дыбысын айтсаш.
меңгерік механизмі баяғыдай классикалық емес, бұған электромеханикалық күшейткіш қойылды. Бұл деген америкалықтар үшін ойпырмой пашамайттың сұмдық технологиясы, өйткені олар консервативті ғой. Аспасы бұрынғыдай қалған, алдында қос интіректер, артында серіппелік балка. Дөңгелек базасы екі вариантта ұсынылған, стандартты және 356 мм-ге ұзартылған түрі. Модель атауында оның жалғауы ESV. Екі модификациясында 8 цилиндрлі атмосферлі бензинді мотормен жабдықталған. Машина үнемі модернизациядан өткен. Алтта 2 литрлі GM-нің Ecotec 3L86 қозғалтқышы басында 409 ат күшіне қуатталған, кейін 426 арғымаққа дейін форсталды. Трансмиссиясы басында 6 сатылы болған, кейін 8 сатылы, артынша 10 сатылыға алмастырылған. Расын айтқанда қарама-қайшылық моделі ғой. Алюминийден жасалған цилиндр блогы ескі, ал басы жаңа. Енгізу және шығару коллекторы үлестірмелі бүркуге арналған. Әрине фаза айналдырғыштары бар. Cadillac артқы жетекке негізделген, алдыңғы жетегі қосылмалы. Камарадағы сияқты әр цилиндрге 2 клапаннан. Cadillac Escalade 16 клапан. Қымыз ішсең өзі дәм, өзі дәрілік ем сусын. Балғымыз бойыңа қуат беретін табиғи өнім. Сергек Групп компаниясы қасиетті сусынды дәріптеп, әз наурызға қарсы Cadillac ойнатпақшы. Ойпырмой, бұл тағдыр тәлкегіме қалай өзі. Мен шолу жасаған машина байқауға қойылады екен. Жігіттердің өздері ойын шарт туралы айтып берсінші. Ақыл тастан, асыл жастан дейді. Жас болса да Сергек Групп сияқты ірі компанияға бас болып отырған Жасұзақов пен Сағынғали менің жанымда. Ассалаумалейкум баршаға. Қазақстанда болмаған науқан бірнеше айдан кейін 20 мамыр күні артымызда тұрған автокөлік біздің бір тұтынушымызға бұйырады. Мені тұрмын Cadillac-та, AirPods құлақта. Шарттары өте оңай. Біздің балқымызды сатып алып, QR-ды сканерлеп, қақпақ астындағы номерді тіркейсіздер. Солай достар, бәрі оп-оңай. Ботақан ескі премиум алам деп тұртыңдама, стандартты жүрістің өзінде 20 литр тұтынады. Газоват етсең 30-ға жеткізесің. Салығы миллион теңгенің ар жақ бер жағы. Ал запчастарын Касперетке сатып алмайсың. Жоқ, әрине 5-ші буындағы жаңа эскалаторды біреу маған мә деп сыйға тартса бас тартпаймын ғой. Бірақ 4-ші буындағы Escalade'тың дизайны көбірек ұнайды. Алдыңғы артқы вертикал стилистикасында орындалған оптикасы 70-ші жылдары шыққан Cadillac'қа тағзым іспетті. Сыртында хром детальдар өте көп. Ал соңғы итерацияда антихром нұсқасында паш етілген. PDD-лердің сүйікті көлігі ұзақ ғұмырында миллиондаған эскорт қызды тасымалдап тастады. Рэперлер жақсы көреді ғой. Біреу артынан қоласы, артқы әйнекті ашып атсуға болады. Осыдан 10 шақты жыл бұрын бір қалыпты жүріс кезінде жарты цилиндрді сөндіретін система мода болған. Практикада оның пайдасынан зияны көп болып шықты. Мотор детальдары деформацияланатын. Инженерлер ұзақ уақыттан соң гидроплатаны ауыстырып, гидрокомпенсатордың конструкциясын өзгертіп, вкладыштарды алмастырды. Соның арқасында 4-ші буындағы эскалатордың соңғы моделінде ондай проблема жоқ. Әгер реально дәл осындай Escalade алам деп оқталып жүрсең, қозғалтқышын әбден тексер. Өйткені агрессивті динамиканы жақсы көрмейді. Трансмиссия майын ауыстырмай аңқылдата берсең, қорабының амилайы шығады. Бұл Escalade'тің ступица подшипнигіне шашылып кету әшейін сән ғой. Ондай оқиға практикада көп болған. Сонымен қатар радиаторын жиі тазалау керек. Әйтпесе кондиционер мен радиатор құбыры пух етіп атылуы мүмкін. Escalade толық жетек емес, тағы қайталайым. 2VD режимінде алдыңғы жетегі трансмиссиядан ажырайды. Авто режиміне қойсаңыз, дөңгелеп 4 дөңгелек жер шарында домалап. Дөңгелеп 4 дөңгелек жер шарында домалап. Келіп беріп кеттік бұзық қыздарыңа домалақ. Бәрі Escalade'тің аспазы сұмдық шыдамды деп ойлайды екен. Атаңның жүні. Аккуратны айдағанның өзінде амортизаторлары кетіп жатыр. Бұда әкеңе сүгіннің Magnetic Ride системасы. Тура Camaro SS-тегі сияқты ғой. Магнитореологиялық сұйықтық құйылған ғой ішіне. Ол аспаның адаптивтілігіне қажетті нәрсе. Аспаны жылдам қатаңдатып, лезде жұмсартатын система. 3-ші қатар орындықтары жазылғанда жүк салғыш көлемі 1200 литрден асады. Оны ұсақ-түйек заттармен толтырып не қыласың? Одан да 50 Cent, Jay-Z, Kanye West, Kendrick Lamar, Childish Gambino, Қайрат Нұртас салып алып тойға шықпайсың ба әкесі?
түп-түзу жолда шайқап келе жатыр. Рамалық конструкция үшін секеңдейтіні бар. Бірақ та LX-тің лигасындағы кез келген модель сондай. Оны қоя берші, мұнан ұтып алатын адамға жаным ашуда. Автомобильге мінген сәтте мотордың дисбалансынан төбе шашы тік тұратын сияқты ғой. Аспасының сықырлаған естімеу үшін музыканың дыбысын қаттырақ қоюға тура келеді. Мен каканайыс айтам ғой. Ұтып алған соң машинаны колеса KZ-ге адекватты бағамен қойып, сол ақшаға класс төменірек жаңа автомобиль сатып алған абзал. Осындай кеңес. Короче, ауру жетет, өмірде идеал ештеңе жоқ. Сондықтан таксистердің бәріне 5 жылдыз қоя беруге болмайды. Escalade қырсық қатының секілді үнемі күтім талап етеді. Ал егер майын уақытылы ауыстырып, сервиске жиі апарсаң, гарантия махаббат. Ел жұрттың назарын іздеп жүрсің бе? Мінеки, америкалық пафосты кеме. Салығын төлеуді ұмытпа, досым. Аман сау болайық. Как дела? Это новый Кадиллак. Делать деньги прям вот так. Эй, ну как дела? Это новый Кадиллак. Делать деньги прям вот так.